бір статистика оқып қалдым кеше. 2024 жылы үйленгендер санынан қарағанда 2024 жылы жалпы ажырасқандар саны жалпы жыл сайын статистика шығады 53%-ға артыпты. 53% болған. Сонда мысалы примерно 1000 отбасы үйленсе 530 отбасы ажырасқан. 92%, 89 мен 92% арасындағы адамдардың жоқшылық. Яғни қаржылай сауатты болмауының арқасында аспанның жоғынан ақша таппайды, андай мынандай дейді. Ол өзін әрең өмір сүріп жүрген еркек екінші отбасын алады. Әйел ол бала шағасымен на самом деле түбінде сен асырай алмадың деп екіге кетіп жатыр. Мен сол Тенгри Ньюстен оқыдым. Басым кетті ғой. Сол кезде адамдарды құртатын мақтаншылық, оралмаушылық, мен нәпсі, мен болым керек болды все. Мен алдым ба, мен мынандай процентпен машина алып, өйтеді, на самом деле отбасы құлдырап отқан өз білмейді екен. Сол біреуге бір нәрсе дәлелдеймін деп құртады.